Сәлеметсіздер ме? Шетелдегі қазақтар каналымызға қош келдіңіз. Менің атым Анара Нұраханқызы. Қалайдан өз мемлекетіңізде тұрып, Канададан қызмет алуға болады? Әрине көп мүмкіншіліктері бар. Бүгін соның біз бір тактикасын үйрететін боламыз. Канада мемлекет торап бетінде Job Bank дейтін бір торап бет бар. Қызмет бәңкесі дейтін торап бет. Қызмет бәңкесі біріншіден ол Канада мемлекеттің өзінің бір official торап бет. Оның шындығына сіз бәріне өзіңіз жететін болады. Сондықтан ол бір сенуге болатын торап бет. Екіншіден, сіз бұл торап беттің ішінде Канаданың әрқандай жеріндегі қызметтердің бәрін көруіңізге болады. Мысалы, біз айтып кеттік, Канадада 13 өлке бар. Бұл өлкелердің бәр жеріндегі қызметтерде әр күні employerдар оның ішіне, осы системнің ішіне қызмет орнының қандай қызмет орындар бар дегенді осы системнің ішіне кіргізіп қояды. Сондықтан сіз оны уақытында тексеріп алуыңызға болады. Мысалы, кешегі болмаса бүгінгі шығарған қызмет орындарды да тексеріп алуыңызға болады. Сонымен біз бұл торап бетті қалайдан істету керек, қалайдан қызмет іздеу керек екен, қандай мүмкіншіліктер бар дегенді бүгін бірге отырып көрейік. Сондықтан біз бұл жерде ағылшын тіліменен өзіңіздің телефоныңыз болмаса компьютеріңіз бар болса, браузерға Canada Job Bank деп кіргізіңіз. Мына бірінші тұрғаны, міне Job Bank деп бір соны басыңыз. Сонымен мынандай бір бетке келдік. Ең басында Government of Canada деп тұр. Бұл Канада мемлекет торап беті. Бұл жерде міне құлталып тұр, бұл айтқан кезде қауіпсіз торап беттер. Астында Job Bank деп тұр. Job Bank дегеніміз қызмет бәңкесі. Одан астында Job Search, Find a Job, қызмет іздеу. Әрине біздің мақсатымыз қызмет іздеу. Сондықтан бұл жерде қызмет іздеу дегенді басайық. Find a Job. Бұл жерде мындай жерді көретін боласыз. Ең алдына example деп тұр. Бұл жерге сіз өзіңіздің қызмет, өзіңіз қандай қызмет істейсіз болмаса, қандай қызмет іздейсіз, соның keyword'ını мына жерге жазуыңыз керек. Мысалы, сіз өзіңіз мұғалім болатын болсаңыз, бұл жерде мұғалім деп жазасыз, teacher. Мысалы, бұл жерде өзінде бір example тұр екен, farm worker дейді. Farm worker дегені қарапайым диқаншылық. Оны бірге көрсет болады. Farm worker деп кіргізейін. Екінші, where, қайсы жерге келесіз? Әрине, сіз Канаданың әрқандай жерінен таргет қылып сол провинсқа келсеңіз де болады. Болмаса сіз өзіңіз қай жер болса да болады маған дейтін болсаңыз, ондайса бұл жерге ештеңе жазбай қойсаңыз болады. Әзірше ештеңе жазбайық. Сонымен, міне бұл жерде көп қызметтер орындары шығып тұр. Ал енді сіз жаңа провинс талдайтын болсаңыз, қайсы провинсқа келдіңіз керек мына жерде? Бірінші, British Columbia өлкесінде 62 мүмкіншілік бар дейді. Ontario'да 45 дейді. Одан астына қарай түсе беретін болсаңыз, кейбір өлкелерде қызмет мүмкіншіліктері біраз аз болады. Сондықтан өзіңіздің жағдайыңызға қарай отыра, бұл жерден талдасаңыз болады. Мен Ontario'да тұрамын. Сондықтан Ontario өлкесі деп басып көрейік. Ontario өлкесінен әзір мына бірінші бетінде 45 орындарды шығарып берді. Бірге көрейік. Мына оң жақ шетінен қарасаңыз, 2021 бірінші айдың 4-і, 3-ші айдың 30-і, 12-ші айдың 31-і деп мына уақыттары тұр. Сондықтан сіз әрине уақыттарына да қарауыңыз керек. Өте көп уақыт болып кеткен болатын болса, мүмкін бұл қызмет орны әзір жоқ болды. Сондықтан сіз ең жақын бүгін 4-ші айдың 3-і, мысалы, бұл орынды бүгін ғана шығарған екен. Осыны бірге көрсек болады. ON деп тұрғаны Ontario өлкесі. Мына жерде бәрі Ontario өлкесі, жаңа біз бірге өстіп талдадық. Ал қызмет, қандай қызмет? Farm worker, vegetables дейді. Vegetable деген көкөніске қатысты қарапайым диқаншылық қызмет. Осыны бірге көрейік. Міне, бұл жерде орны сағатына қанша береді? 14-те 39 доллар. Аптасына 40 сағатта 65 сағат кешен қызмет істейді.
бұл жерде full time қызмет дейді. Сіз full time дегені аптасына 40 сағаттық қызметтердің бәрі full time дейді. Seasonal employment, әрине бұл көбініс өндіру болатын болса, көктемде болатын жұмыс, сондықтан ол мезгілді жұмыс деп айтылып тұр. Одан сырт сізге өте flexible болуыңыз керек. Былай айтқанда, күндіз істеуіңіз мүмкін, сенбі, жексенбідерде болмаса, өте ерте таңертеңдерде осындай мүмкіншіліктері бәрі бар. Сондықтан сіздің уақытыңыз өте flexible. Қайсы уақытта шақырса, сол уақытта келе алатындай мүмкіншілік болу керек. Одан сырт қайсы уақыттан бастап қызмет істеп кетеді? 4-ші айдың 15-нен бастаймыз. Әзірге 4 орын бар деген. Бұл жерде Job Bank'інің қызмет бәңкесінің өзінің тексерген нөмірлері бар. Бұл айтқанда, бұл орынның шындығына, заңдылығына мемлекет жауап береді. Сонда бұл орынға қандай талаптар керек? Сіз ағылшын тіл білуіңіз керек. Ешқандай degree, certificate болмаса, дипломыңыз керек жоқ. Орын істеп көрмеген болсаңыз да бұл ештеңе кетпейді. Бұл жерде қандай қабілетіңіз керек дейді. Әрине, ол мысалы көбінесе егу, кейбір өздерінің equipment, үлкен ауыр саймандары бар, оларды істетіп үйрену, сол сияқты қабілеттер керек деп жазылған. Одан сырт, ал жаңағы үлкен саймандар дегені не нәрселер бұл жерде жазылған. Мысалы, үлкен тракторлар болуы мүмкін. Бұл нәрселердің бәрі мен онша ұқпайды екенмін. Ағылшын атауындағы қазақшасында да мен онша жақсы түсінбейді екенмін бұл жерде. Одан сырт, сонда негізгі не нәрсені істейді? Қандай қызмет? Жаңа айтты, көбіністі қай жерде істейді? Далада істейді, әрине. Одан сырт, қалайдан transportation. Сіз келіп кетіп осы қызметке келдіңізде қалайдан істейсіз? Өзіңіздің transportationыңыз болу керек, мысалы, өзіңіздің машинаңыз болу керек деген сияқты. Ал одан басқа бұл жерде сіздің дене қуатыңыз, мысалы, кейбір жағдайда ауыр жүк, ауыр нәрселерді көтеру мүмкін, сондықтан сіздің дене қуатыңыз жақсы болу керек деп айтылған. Ал орны қай жерде дегенде, біраз әрине көбінесе өндіретін өндіріс area, қаланың шет жақ орындарында. Бұл жерде айтылған қызмет орны 4-ші айдың 15-не бастап кетеміз деген, бірақ оған шейін адам табылмайтын болса, 5-ші айдың 3-не шейін бұл advertisement әлі де осы тора бетіне шығып тұрады дейді. Одан сырт қандай адамдарды талдаймыз? Мысалы, сіз Канадаға заңды түрде қызмет істеуге болатын адамдар, әзір заңды түрде қызмет істеуге болмайтын болса, онда сізді ойластырмаймыз деген. Сіз шетелде тұрып тапсырсаңыз да болады. Кейбір жағдайда мұндай қызмет орындар бір айға шейін осы тора бетінде тұрады, бірақ мемлекеттің ішінен ешқандай адамдар табылмаған жағдайда бір айдан кейін ары қарай foreign workers, шетелден қызметкерлер іздеуіне болады. Бірақ бұның бәріне көп қанық түсіну керек. Енді бұл бір-екі сөзбен бүйтіп түсіндірдім. Бірақ бұл орын шынымен сізге үйлесе ме, үйлеспей ме дейтін нәрсе, оның ар жағында тағыдан көп нәрселерді тексеру керек. Бірақ біздің бұл бірінші реткі қалайдан қызмет іздеу керек дейтін видеода сізге негізгі мақсатымыз қандай мүмкіншіліктер бар екен, өзіңіздің қабілетіңізге қатысты осындай қызмет орындар қайсы өлкелерде көп екен, болмаса сізге сағатына беретін ақшасы қанша екен, бұл нәрсенің бәрін өзіңіз қанық білуіңіз керек. Одан сырт, сіз өзіңізге лайық бір орындар табылғаннан кейін, сіз өзіңіздің материалдарыңызды тапсырасыз. Бірақ материалдарыңызды, документтеріңізді тапсырған кезде, оны қалай тапсыру керек, қалайдан жазу керек дейтін ол бір басқа бір тақырып. Айтып өттік, қызмет алудың көп мүмкіншіліктері бар, тактикасы бар. Әрине, бірінші біз таныстырғанымыз мемлекеттің өзінің official сайты, мемлекеттің өзінің осындай тексеріп алған орындары. Одан сырт басқа тарап беттерден басқа компаниялар, қызмет орнын тауып беретін компаниялар бар. Олар арқылы табуыңызға да болады. Бүгінге бұл басқа тарап беттердің қалайдан қызмет табу керек дейтін нәрсені әзірше талқыламайтын боламыз, кейін бірақ талқыламызға болады. Тағы бір айта кетер, бұл жаңағы Канаданың мемлекет тарап бетіндегі қызмет бәңкесі дейтін тарап бетіне шықсаңыз да болады, болмаса телефон арқылы әпті телефоныңызға түсіріп алсаңыз да болады. Мысалы, біз әзір
бірге көрейік. Телефоныңыздың ішіндегі Apple Store'ға барыңыз. Сосын бұл жерде іздеу дейтін жерге Job Bank, міне Job Bank Canada деп тұр. Оны телефоныңызға түсіріңіз. Мына екіншісі тұрған Job Bank деп тұр. Менікінде мен түсіріп қойғам, сондықтан бұл жерде Open деп тұр, төте ашылуға болады. Ал бұл өте қолайлы болады. Сіз әрқандай жағдайда осы жерге отырып, өзіңіздің қызмет қайсы провинсқа барғыңыз келеді, бұл жердегі провинсті іздеуіңізге болады. Болмаса бұл жерге провинсті мен Ontario деп жазайын. Қандай қызмет іздейсіз? Мысалы, мен профессор деп жазайын. Міне профессор қызметтерін іздейтін болсаңыз, бұл жерде шығып тұр. Сондықтан бұл тағы бір қолайлы жағдай. Сонымен тағы бір рет айтып өтейік, Канададан қызмет іздеу үшін ол бір ұзақ басқыш, әсіресе сіз мемлекеттің сыртында тұратын болсаңыз, Канада сыртында тұратын болсаңыз. Көп жағдайда қызмет орындар әрине сіз осы Канада ішінде тұрған адамдарға бірінші ойластырады, өйткені оған кейбір орындарға тезірек адамдар керек, сондықтан ол басқа мемлекет сыртындағы шетел азаматтардың қызмет интервью болу керек, документтерін тексеру керек, одан сырт ары қарай бір виза алу керек. Ал визаны кейбір жағдайда ала алмайтын жағдайлар болады. Сондықтан олар мемлекет ішіндегі адамдарды бірінші ойластыратын болады. Сіз сөзсіз қызмет іздеймін, осы Канадада тұрам дейтін болсаң, мүмкін тағы бір мүмкіншілігі сіз ең алдыменен Канаданың ішіне кіруіңіз керек. Содан кейін бар қызмет іздеп көруіңіз болады. Әрине бұл әрбір адамның өзінің жеке жағдайына байланысты. Кейбір адамдар, мысалы, сіз бір келіп кету үшін оғанда да көп қаржыларыңыз кетеді. Сондықтан бұны өзіңіздің жағдайыңызға қарай отырып, бекім жасауыңыз керек. Сонымен бүгінгі видеомыз осыға шейін. Сіздерде сұрақтарыңыз бар болатын болса, сөзсіз біздің видеоның астына комментарийға жазыңыз. Сізге ұнаған болатын болса, лайк басыңыз. Елдерге тарқата жүріңіз. Рахмет. Сізбен бірге болған Анара Нұраханқызы.